Жұмыс іздеуге арналған өте танымал ресурстардың бірі осы HeadHunter деп аталады. Бұл сайт арқылы кез келген жұмысты табуға болады. Және тек қана Қазақстан емес, басқа да елдерде бұл бар. Ресей, Белоруссия, Өзбекстан, Қырғызстан, Грузия және Әзербайжан сияқты басқа елдерден де іздеуге болады. Осы видеода мен дәл осы сайт арқылы қалай жұмысты іздеуге болады, резюме толтырып, басқа жұмыстарға қалай жіберу керек, мен соның оңай жолдарын көрсетемін. Бірінші әрине біз бұл сайтқа тіркелуіміз керек. Ол үшін создать резюме немесе войти деген кнопканы басамыз. Мен войти-ді басам. Кейін өзіңіздің басқа әлеуметтік желідегі аккаунтыңыз арқылы көруге болады. Мысалға Mail.ru, VK немесе Google. Мен Google-мен кірем. Әрі қарай тіркелеміз осылай. Және біздің тіркелуіміз сәтті өтті. Енді мына біздің өзіміздің Google почтамызға арнайы сілтеме келеді. Сол сілтемені басу арқылы осыған подтверждение жасауымыз керек. Біз оны кейін жасасақ та болады. Мына жерге аты жөнімізді жазамыз. Бұл енді резюмеге арналған осындай контактный данныйлар орысша, қазақша, ағылшын тілінде. Мысалға мен Абзал Бекжанов деп жазайын. Телефон номерімізді жазуымыз керек. Және оны жазғаннан кейін біз подтверждение жасаймыз. Подтвердить дегенді басамыз, жазғаннан кейін соған код келеді. Сол кодты жазғаннан кейін подтверждение болады. Город проживания, мысалға Алматы. День рождения 20-сы. Кез келген бір датаны жаза салайын. Мужской, женской. Гражданствоны жазамыз. Қазіргі жағдайда бұл Қазақстан. Егер Қазақстан емес болатын болса, онда қай ел, соны жазамыз. Опыт работа болатын болса, бар дегенді басамыз. Жоқ болатын болса, жоқ дегенді басамыз. Егер бар болатын болса, қандай мамандық бойынша жасадыңыз, соны кейін толтыруға болады. Мына жерге мамандықты жазасыз. Ағылшын тілі мұғалімі деп қойдым. Учитель английского языка. Қанша алғыңыз келеді, соны жазып қойсаңыз болады. Бұны жазбасаңыз да болады. Мына жерде валюта бар. Теңге, евро, доллар. Теңге дегенді жазайын. Егер жұмыс бұрын басқа бір істеген жұмыстарыңыз болатын болса, добавить опыт работа деп тұрады. Мына жерде соны добавить место работы дегенді басамыз. Қай жылдан қай жылға дейін ол жерде жасадыңыз, соны жазуға болады. Компанияның аты. Осы жерде бір аттарды жазған кезде астында осындай бір мекемелердің аты шығады. Егер осы жерде болатын болса, тіпті жақсы, соны жазсаңыз болады. Мен жай ғана мектеп деп қояйын, бір мектепті. Должность шын тілі. Бұл жерде тілде өте маңызды. Егер басқа бір орыс тілді сондай компаниялар немесе орындар болатын болса, орысша жазсаңыз болады. Немесе ағылшын тілінде. Мына жерге сол жерде не істегеніңізді жазасыз. Мысалға, сақтау дегенді басамыз. Мына жерде міне жазулы тұр. Настоящее время деп тұрады. Яғни әлі мен бұл жерде істеп жатырмын деген сөз. Бұны баспайтын болсаңыз, онда қашан бұл жерден шықтыңыз, соны жазсаңыз болады. Мысалы 2020. Бұл уақытша мен осылай жазып қойып жатырмын. Бұл көрсету үшін ғана ақпарат. Өзіңіз туралы мына жерде ақпарат жазсаңыз болады. Мына жерде качествах, знаниях, увеличениях деп жазып қойған. Солардың бәрі басқа бір жұмыс берушілерге қызық болуы мүмкін. Мен примерно осы жерге жазып қойдым. Бұл жерге кез келген затты жазсаңыз болады. Ключевой навык деп тұр. Мына жерде әртүрлі программалар тұрады, әртүрлі навыктар тұрады, соны жазуға болады. Мысалы Adobe Photoshopты білем, тренинг, әртүрлі программистер болады. Мысалы Python деп жазып қояды, немесе Linux. Соның бәрін өтуге болады, жазуға болады. Образование деп тұр. Средний, специальный, высший. Высший болатын болса, қай университетте қай жылдары оқыдыңыз, соның бәрін мына жерге жазу керек. Бакалавр, доктор наук дегендер бар. Бұл жерде де осындай университеттердің аттары шығады, соны таңдасаңыз болады осылай. Факультет, учитель английского языка. Специализация деп тұр, сонда жазсаңыз болады. Год окончания 2000. Тағы бар место оқыған орныңыз болатын болса, сонда жазуға болады. Родной язык, казахский. Иностранный языктар бар. Қай деңгейде білесіз, соны жазсаңыз болады. Ағылшын тілі S2, мысалға немісше білем деген секілді. Испанский V2. Қосымша осындай ақпараттар толтыруға болады. График работа, разрешение на работу, категория прав, наличие автомобиля. Сохранить и публиковать дегенді басамыз. Бірақ бізде телефон номер жаз деп тұр. Оны обязательно жазуымыз керек. Подтвердитті басайын. Подтвердитті басқаннан кейін сіздің номеріңізде осындай подтверждение болады. Әрі қарай сақтауымыз керек. Сохранить и публиковать. Міне, осы кезде бізде резюме публикован деп тұр. Мой резюме деген жерге басамыз. Сол жерде міне учитель английского языка деп тұр. Одан кейін кейде мынадай тесттер шығады. Бұл тест не үшін керек? Қандай да бір мысалы сіз маман болатын болсаңыз, ағылшын тілі мұғалімі, сол жерде бұл сервисте арнайы тест бар. Сол тесттен өту арқылы өзіңіздің сол ағылшын тілді білетініңізді нақтылап былай көрсетуіңізге болады. Бұл тестті өтетін болсаңыз, жұмыс берушілер бұны білет және жұмыс табу жеңілдейді. Мына жерде статус дегенді өзгертеміз. Изменить активно ищу работу. Басқа жұмыс іздеп жатқаныңызды білдіру үшін.
Егер бұл резюмені жасыру керек болатын болса, тек тұра береді, бірақ ешкімге көрмес үшін онда не видно никому дегенді басамыз. Осылай сақтаймыз, одан кейін ешкім бұны көрмейтін болады. Одан кейін мына жерде 601 вакансия деп тұр. Бұл осы резюме бойынша қанша вакансия бар, мына жерде соны шығарып береді. 601 дегенді, 610 дегенді басамыз, сол кезде міне примерно келетін резюмелерді, жұмыстардың бәрін шығарады. Бұл жұмыстарға біз мына жерде міне эксперт поддержка знанием казахского языка дейді, учитель английского языка, соның бәрі мына жерде тұр. Показать контакты дегенді басатын болсақ, бізге телефон номері және осындай мекен жайы, электронный почтасы бәрі көрсетілген. Откликнуться дегенді басатын болсаңыз, осы жұмыс берушіге сіздің жаңа толтырған резюмеңізді жібереді. Ол ар жақтан көреді. Сізге звондауы мүмкін, немесе интервьюге шақыруы мүмкін. Осыны басасыз ол үшін. Бұны жұмысты ашқан кезде бұл не істеу керек, қандай талаптар бар, жұмыс условиясы және сол секілді ақпараттар жазылған. Осыны басып, өзіңіздің резюмеңізді жіберсеңіз болады. Қазіргі жағдайда міне резюме жіберілді. Одан кейін сопроводительное письмо деген бар. Бұл жерге сіз не үшін бұл жұмысқа орналасқыңыз келеді, қосымша жазсаңыз болады. Жай ғана жағаны баса салғаннан, егер осындай жазатын болсаңыз, сізге олардың хабарласу вероятності жоғарылай түседі. Егер осы резюменің үстін басатын болса, қосымша тағы да бір ақпараттар қосуымызға болады. Мысалға фото қосуымызға болады, бұл өте жақсы. Немесе мына жерде тағы бір қосымша жазуға болатын ақпараттар бар. Портфолио бар, жаңа личный сайт, әртүрлі суреттер, немесе категория прав, наличие автомобиля деген секілді. Соның бәрін мына жерге жазуымызға болады. Мынау ағылшын орысша түрі және ағылшын тіліндегі нұсқасы бар, қазақша бар, соны жүктеп алуымызға болады. Немесе жойып жіберуімізге болады. Headhunter сервисі арқылы біз осылай жұмыс іздеуімізге болады. Және өзіңіз вакансияны іздеп көрсеңіз болады. Мысалға мына жерде учитель английского языка. Бұл сервисте тек қана бір ғана резюме емес, бірнеше резюме толтыруға болады. Сол жағында тек қана Алматыны көрсетіп тұр, бізге Қазақстан бойынша деген таңдауымызға болады. 265 және екеуінде алып тастасақ болады. Сол кезде бізге Ресейде мысалы шығарады. Ресейде көріп тұрғанымызда 1571 вакансия бар. Қазақстанда 265. Ресейде көбірек, егер удаленный болатын болса, Ресейден де осылай жұмыс істеуге болады. Бұл жерде түрлері бар, неполныйден бар, по вечерам деп тұр. Соларды қою арқылы тек бізге өзімізге керегін алсақ болады. Удаленный работа деген бар. Бұл деген сөз ешқандай офиске бармай, үйден істеуге болатын ғана жұмыстарды шығарып береді. Қазіргі жағдайда мысалы қарайтын болсақ, мына жерде вакансия Санкт-Петербургтен, языковый центр билингво деп тұр. Және жұмысты үйден отырып істеуге болады, қанша төлейтіндер барлығы шығарылған. Бұғанда біз резюмемізді жібере аламыз. Бұл аталған сайтқа сілтеме осы видеоның астында, немесе жеке приложениелер бар Google Play мен App Store'да, соны жүктеп алуға болады.